Кішкентай кезімде менің әдемі екенімді ешкім маған айтқан емес. Кішкентай қыздардың барлығына әдемі болмаса да әдемі екенін айту керек. Балаларды бай болуға емес, бақытты болуға үйрету керек. Сонда олар өскен кезде заттардың бағасын емес, қадірін білетін болады. Ескерілмеген бала болуды тоқтатады. Ол кішкентай қорғансыз ересек адам. Сізді бала емес, сіз баланы түсінуіңіз керек. Сіз бала болғаныңыз үшін және бала әлі ересек болып көрмегендіктен. Егер баланың жүйке жүйесі сыр берсе, онда ең алдымен ата-анасын емдеу керек. Ата-ананың бірінші мәселесі балаларына сыпайы қоғамда өзін қалай ұстау керектігін үйрету. Екіншісі, сол лайықты қоғамды табу. Бала үлкендерге 3 нәрсені үйрете алады. Себепсіз қуануға, әрқашан істейтін іс табуды және өз бетінше талап қоюды. Балаларды еркелетіңіздер, мырзалар. Оларды болашақта не күтіп тұрғанын ешкім білмейді. Балаңызды сол күйінде жақсы көріңіз және ондағы жоқ қасиеттерді ұмытыңыз. Балаларды ғана емес, олардың ата-аналарын да тәрбиелеу керек. Ата-ананың негізгі және күнделікті қамқорлығы баланы жақсы мінез-құлық аясында қатаң сақтау. Жаза бұл тәртіпті орнатудың барлық басқа әдістері тиімсіз болған жағдайда ғана балаларға қолданылатын ең төтенше шара. Балаларға сыннан гөрі үлгі өнеге керек. Тіпті ең жақсы балалар мен ата-аналарға да қоршаған орта әсер етеді. Ата-анаға мойынсынудың қасиеті ретінде балалардың бойына сіңген ата-анаға тәуелділік ата-ананың реттелмеген билігінің көрінісі болып табылады. Бала мінезі ата-ана мінезінің қалыпы. Ол олардың мінезіне сай дамиды. Балаларын қатаң тәртіппен тәрбиелегісі келмейтін ата-аналар кінәлі. Баласын өзінен бастамай өзгертуге тырысқан ата-ана уақытты босқа өткізіп қана қоймай, өте қатыгез тәуекелге барады. Ата-ананың балаға деген сүйіспеншілігі балалардың ата-анаға деген махаббатынан күштірек. Ата-ана бір-бірін жақсы көрмеуі мүмкін, бірақ балалары үшін бірге өмір сүреді. Ал балалар мүлдем кездейсоқ адамның махаббаты үшін ата-аналарын тастап кетуі мүмкін.